Так, қыздар, орнына бірге қойық. Давайте онда бір жерге қояйық. Бірінші орын таңдап алайық та. Мен бірінші айтайын, мына шетке жатамын, мен ортаға жата алмаймын. Ой, саған кім жатты деп жатыр? Мен ортаға жатайыншы, пожалуйста, Айсұлу. Ой, мен де саған сөйтіп айтайын деп жатқанмын. Мен шетке жатайыншы. Я, жата бересің ғой. Я. Онда кеттік, киімдерімізді орналастырайық. Қалай орналастырсақ болады? Давайте былай орналастырайық. Қыдыратындарды бөлек, сонда үйде кетіндерді бөлек, солай күн салқында кетіндерді бөлек. Енді алып келген шығарсыңдар, иә сондайларды. Ой, әрине алып келдік қой. Онда бірге орнына қойып тастайық. Кеттік онда. Так, бірінші былай бастайық. Ал кеттік. О, міне болды. Мына жерде так нелер бар. Мыналар күн салқында кетін, мынау күн салқында мен киемін. Наны сен киесің, наны сен киесің. Наны мен қыдырғанда, наны сен, мынау сен. Наны мен, мына осы, мынау просто үйде сондай лагерьде осы жерде киіп жүруге арналған. Кімдікі қайсы екен енді бөліп алайық та. Бірінші қатардағы барлығы менің киімдерім. Екіншісінің барлығы менікі. Ой, Құмаша, ол менікі ғой. Иә, әдемінікі. Үшіншісі менікі, Айсұлудікі. Жарайды, ақтан реттеп болса, чемодандарымыз қойайық. Маған асханаға шақырып жатқан, тамақ ішеміз деп, обед ішеміз деп. Я, онда біз кеттік. Бір кезде бірдеңке болып жатты, толтырамыз. Мына жер толды ғой, киімдеріміз киіп алайық. Потом осыларды бір қыдырғаннан немесе любой жерге кие береміз ғой енді. Я, кеттік онда асханаға, бізді шақырып жатқан шығар уже. Жүндер кеттік онда. Кеттік, крик. Ағай, не істеватсыз? Ой, мен отқан, ас болсын. Жақсы, рахмет. Так, балалар, ұлдар келіңдер наққа қойық. Қалай қыздар қояды екен, солар біледі ғой негізі. Мен оларды бағана естием, что қыдыратындар бөлек дейма, бірдеңкелер бөлек қой дейма, бірдеңке дейді. Ой, ладно, қоя салайық, өзіміз қалай қоя аламыз, солай қоя берейікші, оларды тыңдаймыз деп бір нәрсе бүлдіріп алармыз. Я, міне қойдық. Мынау не тағы қолыңдағы, вообще түсініксіз ғой. Соған қорқып кеттіңдер ма? Я, қатты қорқтық қой енді. Ай, бұлар қыздарға пранк жасауға арналған ғой. Не? Пранк жасаймыз заты. Я, чемодандарды қойдық. Так, мына заттарды қойдық. Пранк жасайтын заттарды қойдық. Енді галтрелдерді 15-тік менікі, 10-дық менікі, 5-тік менікі ғой, тоқтар. О, 5 көтересің ба? Я. Так, мынаны ортақ. Сен көтермейсің ба, не тоқтар? Жоқ, бұндай маған қатты ауыр. Бір қыз сияқтысың. Құмашы қандай қыз? Олмын ғой. Ой, білмеймін ғой, түкте көтермейсің, 5 килограмм еще андай көтермейсің. Мен ақы жатайыншы, бір бөлектеніп жатасың ше, қыздарды сондай ғой, негізі. Қалай жатсақ болады, мен онда біріншісіне жататын шығарым, я, талғат ренжімейсің ғой. Я, ақы жата берем, мен тоқтар сияқты ренжімеймін ғой. Жарайды, мен ренжіп тұрған жоқпын. Онда асханаға барайық, бағана қыздар шақырып жатқан. Онан да киімдерді ауыстырып болсақ кеттік онда. Я, асханаға. Так, балалар, мен бір нәрсе істеп жіберейін сендерге. Міне жеп алыңдар. Я, міне жеп алыңдар. 2-ден жесеңдер, барлығы бір жетеді. Я, 2-ден жеп алайық. Өте дәмді секілді. Я, ас болсын балалар. Сендерге наса болғаны. Я, апай, бізге обязательно ұнайды. Дәмдісін ай мынаның. Я, Зарина, ау апай, осы сен бір нешінші класс оқыватсың қазіргі? Ой, апай, қазір бұл жерде талқыламай қояқшы, тамақ жеп алайықшы. Жарайды, онда қазір жерде талқыламайық. Залға, студияға барғаннан кейін барып талқылайық. Я, дәмді ма? Я, өте дәмді. Қыздар, кетіп қалмаңдар. Неге апай, неге кетіп қалмаңдар деп жатырсыз? Мен сендерге қазір бір нәрсе айтатын боламын. Ұлдар барып тұрып кете беріңдер. Апай, неге олар кетеді? Сендер осы жерде қаласыңдар. Ха-ха, иә.
Апай, неғып олар кетіп жатыр? Біз неге қалып жатыр? Қыздар деген үйрену керек. Апай, мен ондай істеу білмеймін. Апай, мен сізге жыным кеп тұр. Қыздар, бұяққа не үшін келді? Бір нәрсе үйрену керек. Жоқ, именно дышуыма көмекші алсаңдар, біз оған ақша төлеп отыр ғой. Ой, жоқ, қыздар, лагерь деген сондай. Үйренулерің керек. Жоқ, неге біз істеуіміз керек енді? Тәртіпте жоқ шығар, бұлар қыздарды шуып істеу керек деген. Апай, не сіз істеуіңіз керек? Шарт бойынша, сіз істеуіңіз керек. Барлығы жазылған, маған ата-анам айтқан, мынандай істейсің тек қана деп. Қыздар, енді бұл шартты, мен тұрайын, кетейін. Апай, сіз неге кетесіз? Сіз де қызсыз ғой, мен апайларыңмын. Негізі тәрбиешілер жинау керек. Апай, шынымен тәрбиешілер жинау керек қой, біз емес. Сол ғой, қыздар, болды, қойыңдар, біз ұлдармен студияда боламыз. Сендерді тез күтеміз, тез болыңдар. Бір не қиналып тұрсыңдар ма? Өте оңай жер ғой. Апай, оңай жер болса істеңізші өзіңіз. Қайда кетіп баратсыздар? Давайте кеттік. Қатты жыным келіп тұр. Апай, не істеп тұрғанын қараңдаршы. Сол ғой, негізі апай жинау керек. Маған қатты ұнаған жоқ, апай. Бір түрлісі ғой, неге бізге тазалатып жатыр? Ондай негізі болмайды. Шарт бойынша ондай мүлдем жоқ. Мен сол ғой, түкте жоқ. Мен қарсымын бұндайға, ал мен істей алмаймын бұндайды. Маған ата-анам үйретпеген, өздерің істеңдер. Мен бұндайды вообще қолымнан келмейді. Қайда кетіп баратсыз? Айттым ғой, істей алмаймын деп. Барлығымыз істейміз, бізге тапсырған нәрсе. Мен де істемеп тұрған шамалақ. Мына жерде тұр ғой, посудомойка деген. Давай салып тастайық, сосын кете берейік. Жақсы ой екен. Онда барлығын біртіндеп тұрып салып тастайық мына ыдыстарды. Әйтпесем апай деген вообще негізі болмайды ғой. Біз істемеуіміз керек, біз негізі. Достар, сіздерге ұнап жатыр ма? Видео барысы қызық болып жатса, маған тіркеліп лайк басыңызды ұмытпай кетпеңіздер. Достар, бір түннің ішінде 40 подписчика жинап тастапсыздар ғой. Сіздерге қатты алғысымды айтамын. Сіздерге қанша алғыс айтсам жетпейді. Ұлдардың бөлмесіне барып қарайық. Мына жерде не бар екен? Ашып көрейікші. Чемодан түк жоқ бұл жерде. Мынау не? Жарып жіберсек болды. Мынау не тағы? Мынау немене? Бізді қорқытады.